Ойлап жүрген едім, цех ашайын деп, осыған менің өзім сондай нем бар екен, қабілетім бар екен, соны ары қарай жалғастыруға мен ойым болған. Соны ойлағанды іске асырайын деп Атамекенге бардым. Осындай 583.400 теңге қайтарымсыз грант бар екен. Соған документімді тапсырдым. Соны онлайндан оқыдым. Бизнес планын жасап, соны сертификат алдым. Сертификат алып, осы киімдерімнің бәрін апарып, оның өзінде тексеріп бәрін сөйтті. Соны мен сертификатты тапсырып, осы грантты алдым Атамекеннің арқасында. Осы Атамекеннің арқасында рахмет Атамекенге. Осы цехымды ашып, мне кішкене помещение алып, бастап жұмысымды жүргізіп жатырмын. Мен қазір осылай, қазір 3 тігіншім бар. Оны тағы да мен үлкейткім келеді цехымды. Атамекеннің тағы да 4 миллионға тапсырып, осы цехымды үлкейтіп ашпақшымын. Сондай ойым бар. Тағы да ары қарай 15, 20, 50 тігіншіге көбейтіп, ары қарай жұмысымды дамытсам деп ойлаймын. Осындай көмектесіп, маған қолдау көрсетіп, жол көрсетіп, менің цехымды ашуға осындай көмектер тиіп жатқанына мыңда бір алғысымды айтамын.